Қаракесек әулетінің келінімін, көп балалы анамын. Осы келіп жеткен отбасы күні мерекесімен баршаңызды құттықтаймын. Барлығыңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға баршылық, мол табыс тілеймін. Мен сіздерме ауыл тұрғындары, сіздерді отбасы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақ үшін отбасынан киелі ештеңе жоқ. Адамзаттың өмірге шыр етіп келгенінен бастап, дүние есігін ашқанынан бастап, отбасы алтын бесігіне айналады. Отбасы ошақ қасынан басталады. Қазіргі өскелең ұрпаққа отбасындағы татулық, мейірімділік, ата-ананың мейірімі балаға ауадай қажет. Баланы мейірімділікте, махаббатта, молшылықта өсірген ол баланың келешегіне өте пайдасы зор. Зорлық, зомбылық, қысым көрмей өскен бала әрдайым мейірімді, жылы жүзді болып келеді. Баршаңызды отбасы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға береке, бірлік, ынтымақ, шаттық, салтанат орнасын. Отбасы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бала тәрбиесі ол дүниеге келген алғашқы күннен басталады. Өнегелі ұрпақ тәрбиелеу әр ата-ананың арманы және борышы. Әр қашан отбасымыз аман, босағамыз берік болғай. Отбасы күні құтты болсын. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Әрбір отбасы шаңырағында бақ береке, зор денсаулық, шынайы қуаныш тілеймін. Бақытты отбасы шаңырағында тәрбиелеген бақытты балалар көп болсын. Құрметті Қазақстан халқым, бүгін отбасы күні. Баршаңызға мерекелеріңіз құтты болсын. Семьяда бақытты болыңдар. Балдарымыз аман болып, табысты, еңбекті, сол еңбектердің қызығын көре берсін. Балдарымыз биіктен көріне берсін. Семьяда тек балдарымыздың жақсылығын көре берейік. Біз солардың қуанышына ортақпыз. Мен Иманғалиева Меруерт, 7 баланың анасымын. Балдарым әрбір салада жұмыс істеп жатыр. Бір семья, отбасы. Бүкіл барша Қазақстан халқына, бүкіл ауылдастарыма тек аман болып, осы көрінген балдардың қызығына тоймай жүре беріңдер. Солардың жеңісін жегізіп, әрқашанда семьяда бақытты болыңдар. Құрметті ауыл тұрғындары, отбасы мереке құтты болсын, бақытты болыңдар, дені сау, аман болыңдар. Баршаңызды отбасы күнімен құттықтаймыз. Шаңырақтарыңыз әрдайым шаттыққа толып, балалардың қызығын көріп, ынтымақ бірліктерімізді арта берсін. Баршаңызды бүгінгі отбасы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасы, махаббат және адалдық күні барлығына мықты және мінсіз отбасылық қарым-қатынас тілеймін. Қуанышпен тыныштық әкелсін. Отбасында тек адалдық, сүйіспеншілік, жанашырлық пен сенімділік болсын. Отбасы күні барша қазақстандықтарға амандық және баянды отбасылық бақыт тілеймін. Әрбір қазақстандық отбасының өркендеуімен біздің Қазақстанымыз, біздің отанымыз нығая берсін. Бауырымыз алыстағы аңсаған, берік болсын босағамыз, отауымыз қосылған. Ең керегі тату тәтті, тәтті болсын менің жанұям.